Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басындағы қазақтардың ауызша тарихи дәстүрінің дамуы. Сабағымыздың мақсаты Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид еңбектерінің тарихи дерек ретіндегі маңызын айқындау. Сабағымыздың зерттеу сұрағы: Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид еңбектерінің тарихи құндылығы неде? Бүгінгі сабағымыздың меңгеретіндеріміз Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір жолдары және тарихи еңбектерімен танысамыз. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы еңбектерінің маңыздылығын білеміз. Жаңа сабағымызды меңгеру үшін бейнебаянға назар аударайық. Қазақ тарихындағы деректердің көбі қалай сақталды? Қазақтың атақты шежірешілері туралы не білесің? Шежіре дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақ тарихындағы деректердің көбі қалай сақталды? Тарих тек жазбаша түрде ғана емес, ауызша тарихи дәстүр түрінде де ұрпаққа жеткізілді. Жазбаша тарихнама өз бастауын ауызша шежіреден алады. Тарихтың аталары Геродот пен Самосяннен бастап көптеген тарихшылар ауызша тарихнамалық дәстүрлерге сүйенді. Қазақ халқы ауызша тарихнаманы шежіре дәстүрі деп атайды. Қазақ тарихында тарихты жадында мықты сақтайтын Саққұлақ, Диханбай, Мақаш Әкім Бекмұхамедов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид, Нұржан Наушабаев, Мұхамеджан Тынышбаев, тағы басқасында керемет атақты шежіреші, шешендер болған. Атақты қазақ шежірешілер туралы не білесің? 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид қазақ тарихын шежіре хатқа түсірген. Шәкәрім шежіресі қазақты тереңінен таратады. Шежіреде Орталық Азия көшпелілерінің тарихи жолы тұтас көрсетіліп, жазбаша деректер молынан пайдаланылған. Мәшһүр Жүсіп қазақ тарихына қатысты деректерді және аңыз жырларды барынша мол жинаған шежіреші. Құрбанғали Халидұлы қазақ шежіресі көне заманнан бастау алатын құндылық екенін ерекше ескертеді. Сонымен бірге ол шығыс тарихшыларының дәстүріне сүйенеді. Шежіре дегеніміз не? Шежіреде халықтың шығу тегімен таралуы баяндалады. Жазушы Сәбит Мұқановтың берген анықтамасы бойынша, шежіреде кімдерден кімдер туып, қалай өрбігені баяндалып, ерте заманнан атадан балаға мирас болып келе жатқан ауызша деректер айтылады. Шежіре сөзі екі түрлі мағына береді. Бірінші, араб тілінде, ағаш бұтағы, тармақ. Екінші, көне түркі және моңғол тілдерінде есте сақтау, жадыда ұстау. Балалар, тақырып деректеріне сүйене отырып, тапсырмаларды орындаймыз. Бос орындарға керекті сөздерді орналастыр. Бірінші бос орынға: қазақ шежіресі еңбегінде қазақ шежіресінің басты ерекшелігі ауыздан ауызға таралуында деп көрсетеді. Екінші бос орынға: шежіресінде Орта Азиялық көшпелілердің тарихи жолы тұтас көрсетіліп, жазбаша деректер молынан пайдаланылған. Үшінші бос орынға: шежіресінде шығыс тарихшыларының дәстүрлерінде сүйенеді. Керекті сөздерді орналастыр. Келесі тапсырмада Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Құрбанғали Халид өмір жолы туралы хронологиялық мәлімет, еңбектері туралы кестені толтырамыз. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, сұрақтарға жауап берейік. Түрік, қырғыз, қазақ хамдар шежіресі атты еңбегінің қазақ халқының этникалық тарихынан алатын орны қандай? Тарих Хамса атты еңбектің тарихи деректерінің маңызы неде?
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының халық ауыз әдебиеті мұраларының хатқа түсірудегі еңбегі туралы айқындаңдар. Үйге тапсырма. 60 параграфты оқу 19-20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы мәдениет тарауы бойынша қайталау. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ барысында берілген тапсырмаларды және үй тапсырмаларын WhatsApp немесе электронды почта арқылы маған жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.